Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы Алматы мен Астанаға қарашы. Күләш Ахметова, Астана. 44-ші сабақ. Бүгінгі сабақта көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі нұсқамен салыстырамыз. Алматы мен Астана туралы әңгіме құрастырамыз және сурет бойынша құрастырылған мәтінді түсініп оқимыз. Балалар, ең алдымен ребустарыңызды шешіп алайық. Бірінші қатарда көрсетілген аспан, кітап, нан, екінші қатарда алма, тау, домбыра суреттері бейнеленген. Ребусты шешу үшін суретте көрсетілген соңғы дыбыстарды, яғни қанша үтір тұр, сонша дыбысты алып тастаймыз. Аспан сөзінде соңғы 3 дыбысты аламыз. Және кітап сөзінде алғашқы екеуін және соңғы дыбысын алып тастаймыз. Нан сөзінде соңғы дыбысты аламыз. Ойланып қараңдар балалар, қандай сөз шығады? Екінші қатарды қараймыз. Алма, тау, таудың соңғы 2 дыбысын аламыз. Және домбыра дегенде домбыраның алғашқы 4 дыбысын және 2 дыбысын алып тастаймыз. Ойланып қараңдар, қандай сөздер шықты? Тамаша балалар, жарайсыңдар. Астана, Алматы деген сөздеріміз шықты. Балалар, бүгінгі сабағымыз Астана мен Алматы туралы айтылады. Ең алдымен Астаналар тарихына шолу жасап қарайық. Алматы қаласы 1929 жылдан бастап 1997 жылға дейін Қазақстанның астанасы бас қаласы болып келді. 1997 жылы 17 желтоқсанда Астана қаласы Қазақстанның ресми астанасы болып жарияланды. Бұл кезде қаланың атауы Ақмола болатын. Қазақстан Республикасы президентінің 1998 жылы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Астана қаласының ел астанасы ретінде халықаралық таныстырылымы 1998 жылдың 10 шілдесінде өтті. 1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Астана бейбітшілік қаласы атағына ие болды. 2000 жылдан бастап халықаралық ассамблея мүшесі болып табылады. Ал қазіргі астанамыз қалай аталатынын білесіз бе? Әрине, білесіңдер балалар. 2019 жылдың 23 наурызында Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы бойынша Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта аталды. Міне, қазіргі уақытта бас қаламыз өздеріңіз білетіндей Нұр-Сұлтан қаласы деп аталады. Ал келесі өлеңді дауыстап бірге оқып көрейік. Астана. Бәйтеректің басына сен шықтың ба? Сарыарқаның саф ауасын жұттың ба? Өзегіңді жарып аппақ бір сезім, өз еліңнің ұлылығын ұқтың ба? Төгеді есіл төңірегіне өмірлі ән, өз астанаң өз қолыңмен соғылған. Енді қазақ бір-біріңді аяла, түбі бірге түп қазыққа шоғырлан. Алатауда қалды жылдар ең асыл, есілдің де жандай ыстық жағасы. Жан даламның Алматы мен Астана, көздеріңнің ағы менен қарасы. Күләш Ахметова. Осындай тамаша өлеңнің авторы Күләш Ахметовамен таныс болайық. Күләш Ділдәқызы Ахметова 1946 жылы 25 сәуірде Қырғызстанда дүниеге келді.
Жамбыл облысының Талас ауданындағы Шарал орта мектебін бітірген. 1961 жылы Жамбыл медициналық училищесін, 1973 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Сонымен қатар тәуелсіздіктің 10 жылдығына, Астананың 10 жылдығына арналған республикалық жазба ақындар мүшәйрасының бас жүлдегері, бірнеше медальмен марапатталған. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Бұл тапсырмада шыншыр ойыны. Балалар, автордың, яғни өлеңдегі ақын ойын сызбаға түсіру қажет. Қазір балалар өздерін жалғастырып көріңдер. Автордың негізгі ойы не болатын? Мұқият бір қарап алыңдар. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Астана мен Алматы. Көзіміздің ағы мен қарасы. Тамаша. Автордың айтқысы келген ойы, балалар, Астана мен Алматы, көзіміздің ағы мен қарасы, әрқашанда бұл қалаларды біз үшін өте ыстық болып көрінеді. Келесі тапсырмаға назар аударатын болсақ, Алматы мен Астананың басты белгілісі ретінде қандай сурет салар едіңдер, балалар? Сендер өздерің Алматы мен Астананың басты белгілерін сурет арқылы білдіресіңдер, сурет саласыңдар. 6-шы тапсырма. Берілген суреттерге назар сал. Қараңдар. Алматы немесе Астана туралы әңгіме құрастырыңдар. Балалар, қазақ әдебиеттік оқу сабағы аяқталды. Сау болыңдар.